Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін балықтың котлетін көрсетемін. Яғни ұпаға да, селеуке балаларына да балық болады ғой. Аутизм балаларына да болады. Міне осы балықты, бұл судақтың фаршы, дайын фарш 1 килограмм көлемінде. Оған сахтеркадан картошканы, сәбізді, чеснокты, жуаны, 3 жұмыртқаны, жаңағы ас қасық шеф микс ұнды, және тұз, чай қасық тұз, қара бұрыш, сода, жарты қасық чай қасықпен. Бұл 3 жұмыртқаны салып тұрғаным бұл жерде 1 килограмм. Ал енді сіздерде азыраулақ болса, азыраулақ қосасыздар. Барлық нәрсені мен мясорубкадан өткізіп жатпай, чөркінің ең сақ жағынан өткіземін де жасап бере берем. Міне мамалар бәрін 4 чөркіден өткізіп алдым. Чеснокты, картошканы өздеріңіз қалауынша ғой, ұнды саламыз. Сухарики болса сухарики салсаңыздар болады. Тұз және сода, қара бұрыш, жұмыртқа салып араластырамыз. Аглюдин бірге, яғни алғаш диета ұстағандарға напару жасайсыздар. Ал диета ұстағандарына талай болған балаларға қуырып, одан кейін буғай жасаңыздар болады. Бұны біз ортақ жейміз. Барлық семьямызбен жейміз. Гарнирді өздеріміздің қалауларымыз. Біз көбінесе картошканы жейміз. Бұл жаңағы алғаш диетадағы балаға мультиваркаге булап берсеңіз болады. Напаруға қоясыздар ғой 25 минутқа. Алғаш диета ұстаған балаларға. Қызып тұрған майларымыз бар. Судақ балық суылы болғаннан кейін ұнды қосамыз болады. Суылы балық қой. Осылай қуырып аласыздар. Екі жағын бірдей қуырып алдық. Барлығын қуырып аласыздар. Масаның қолылығы осылай жасай бересіздер. Біз картошкамен жегенді жақсы көреміз. Котлет дайын, Аглюдин бірдікі және екіншісіндікі. Ас болсын балалар.